мен таразда болған кезінде кішкене уақытымды үнемдеп пайдаланып қалайын дедім. Балаларым қасында жүріп денсаулығымды бір тексертіп алайын деп. Енді білесіздер ғой, мен алдында қанға анализ тапсырып, не дұрыс емес екенін біліп алдым. Енді ішкі құрылысымды тексерткім келді. Ішкі құрылысымда мен асқазанымды тексертейін дедім. Ол кезде шлангым ұштады, білесіздер. Көптен мен соны ойлайтын, қорқынышты сияқты көрінді. Бүгін барып сол шлангын жұтып қаралдым. Менде, оказывается, кішкене сол асқазанда проблема бар екен. Осылай жазып берді. Гастрит дейма құрсын. Енді соның дәл қаралып, енді асқазанды емдеу керек екен. Сол үшін достар, қаратып жүріңіздер. Денсаулық бірінші орында, денсаулығың болмаса, ешкімге дәл қаралып, енді асқазанды емдеу керек екен. Сол үшін достар, қаратып жүріңіздер. Денсаулық бірінші орында, денсаулығың болмаса, ешкімге керек те болмайсың. Біріншіден, екіншіден не жұмыс жасай алмайсың деген сияқты. Оказывается, прям енді диета ұстану керек. Газировка, бургер, фастфуд вообще жемеу керек. Енді өз-өзіме уәде беремін, диета ұстаймын, жақсы тамақтанамын деп. Сол. Істеп атқан болмаса өзім көрсетпеймін. Негізі мен өзім жалпы көп тамақ істемеймін. Сол үшін жешем істеп атқаннан кейін біреудің істеп атқан тамағын көрсетейін дедім да. Жалпы сол мына тоже тұздығымыз дайын. Ойбай, осылай ет от душынан асып жатыр екен. Жешем мына қамыр жайып жатыр бірде. Енді біздің жеше тамақты өлтіреді енді. Ал мен өйстіп қасында әңгіме айтып отыратыным бар. Уже үшінші солай ма жайып жатқан? Қиындау болып бара жатыр. Неге түсініктері қиын болып бара жатыр? Неге оларға жауапкершілікті алу қиын болып бара жатыр? Неге махаббат үшін күресу қиын болып бара жатыр? Неге қыз баласын түсіре салу бір оңай болып бара жатыр? Наоборот, өздерінің деңгейін көтеруші қыз балалардың деңгейін түсіре салу бір оңай болып бара жатыр, мен түсінбеймін да. Ал қыздар наоборот, андай еркек сияқты намыстарын бірінші орынға қойып, мысалы, мен де айтатын болсам былай, жалпы стримда былай естіп жатырмын әңгімелер, бірақ егер мен айтатын болсам не айтылған туралы, сол кезде мен тура сол адамның дәрежесіне түсіп, андай қалай айтсам болады, жалпы бүйтіп өзім деңгейімді көтеріп біреудің түсіріп, ондай нәрсе маған керек емес екен. Және мен туралы дәл әңгіме қозғап, қазір еще андай бір махаббаты бар адам сияқты түр жасап алу да оңай болып бара жатыр, достар. Андай бір керемет бір сол махаббат үшін біраз күресіп, бір қиналған адам сияқты түр жасауды оңай түсінбеймін. Өкпелегіш жігіттерді түсіне алмайды екен мен. Назын айтатын жігіттерді түсіне алмайды екен кішкене. Мен түсінемін, адамда бір 5-6 ай күшті бір махаббат жұптық болып, бір қыз қадап кетсе, я понимаю, да, короче, артынан әңгіме айтып, болмаса басқа жерде қозғап. Ладно. Главное, өзім ондай болмай ақ қояйын да.